қараңдаршы, мен балабақшаға келе жатқан жолда осындай бір сандық тауып алдым. Осы сандықтың ішін ашып көреміз бе? Ендеше кәнекей қараңдаршы, бұл сандықта кімнің заттары екен? Дұрыс айтасыңдар, мамандық иелерінің заттары екен. Ал кәнекей, қалай ойлайсыңдар? Бұл қандай мамандық иесінің заттары? Дұрыс айтасыңдар, полиция қызметкері. Ал бұл кімдікі? Дұрыс айтасыңдар. Ал келесі бұл кімнің бас киімі? Дұрыс, аспазшының бас киімі. Ал келесі. Дұрыс айтасың, мерген. Бұл дәрігердікі екен. Ал келесі, мына зат кімдікі? Дүкенші. Дұрыс. Сендер сондай ақылды екенсіңдер, бәрін білесіңдер. Дұрыс, шаштараздікі. Ал келесі соңғы зат, бұл кімдікі? Тігінші, иә? Бұл бізде не? Дұрыс айтасыңдар, бұл бізде жіп екен. Жарайсыңдар. Бұл заттарды мамандық иелері жоғалтқан сияқты. Бүгінгі іс-әрекетте біз осы заттарды мамандық иелеріне тапсыратын боламыз. Ендеше ең алдымен біз осы мамандық иелерімен жақынырақ танысып алайық. Мамандықтың бәрі жақсы. Қазір сендермен осы мамандықтармен танысатын боламыз. Балалар, бұл бізде тігінші мамандығы. Тігінші мамандығы бізге түрлі киімдер тігеді екен, иә? Ал бұл тігіншіге керек құрал-жабдықтар, тігін машинасы, түймек, жіп, қайшы, мата. Дұрыс айтасыңдар, тігінші бізге киімдер тігеді екен. Бізге керек мамандық ба? Иә, бізге керек мамандық екен. Ал енді сендермен келесі мамандық иелерімен танысайық. Бұл бізде кім? Аспазшы. Аспазшы не істейді? Дұрыс айтасыңдар, түрлі тәтті тамақтар пісіреді. Ал келесі қандай мамандық иесі? Полиция қызметкері. Дұрыс, ал полиция қызметкері не істейді? Адамдарды қорғайды. Дұрыс айтасыңдар, бұл кісі адамдарды қорғайды. Жарайсыңдар. Ал келесі бұл қандай мамандық иесі? Дәрігер. Дәрігер, иә? Дәрігер не істейді? Адамдарды емдейді. Айтасыңдар, бұл мамандықтар адамзатқа керек мамандықтар екен, иә? Сендер де өскенде бір мамандық иесі боласыңдар. Балалар, ендеше осы сандықтағы мамандық иелерінің заттарын таныстауға жолға шығайық.
Mama sayılır mısın? Siz de biliyorsunuz şimdi. Sizce 250 tenge. Балалар, қазір біз сендермен құрылысшы рөлін сомдайтын боламыз. Қараңдаршы, жерде не жатыр? Конструктор. Дұрыс, конструктор. Қазір біз сендермен құрылысшы болып, осы конструктордан үй құрастыратын боламыз. Ал бастаңдар. Biz kovasınız. Biz iyi çaldık. Пичата себе семьи. Sizde 500 tenge. Saya rasa motor air. Послушай, я умею.
Балалар, бүгінгі ашық оқу іс-әрекеті сендерге ұнады ма? Балалар, сендер бүгін кімдермен таныстыңдар? Дұрыс айтасыңдар, сендер мамандықтармен таныстыңдар. Қандай мамандық иелері болады? Аспазшы, өткізуші, полиция Тігінші. Керемет, жарайсыңдар балалар. Балалар, сендерге қандай мамандық иесі болған ұнады? Еркемай, сен бүгін қандай мамандық иесі болдың? Дәрігер болдым. Аниса, сен бүгін кім болдың? Мен аспазшы болдым. Камила, ал сен бүгін кім болдың? Тігінші болдым. Керемет. Жантемір, ал сен кім болдың? Мен полицейский болдым. Жарайсыңдар, керемет балалар. Балалар, сендерге рахмет. Сендер бүгінгі ашық оқу іс-әрекетінде тапсырмаларды керемет орындадыңдар. Сол үшін мен сендерге сыйлық алып келдім. Сол сыйлықты табыстауға рұқсат етіңдер. Жарайсыңдар, керемет орындадыңдар тапсырмаларды.